Сәлем достар, менің атым Малика. Бұл біздің Бесағаш ауылының ойын алаңы. Қазір қыс мезгілі болғандықтан бұл жерде адамдар өте аз, ал жаздың күні бұл жерден ойнайтын орын таба алмайсың. Бұл біздің әткеншек. Ал жазда бұл әткеншекке отыру үшін көп адам кезекке тұрады. Ал енді мен сіздерге ойын алаңын толық таныстырып шығайын. Кеттік. Бұл біздің кішкентай балақайларға арналған горка деп айтуға да болады. Мына жағынан шығасың, мына жерден шығасың, ана жерден сырғанап түсесің. Құлап кетуге ешқандай мүмкіндік жоқ. Барлық жері қоршалған. Бұл біздің шағын турник. Бұл жерде бой өсіру үшін, асылуға, тартылуға арналған. Үлкен балаларға арналған горкалар да бар. Кішкене ұзынырақ. Осындай әткеншек сияқты да орындықтар бар. Ал мына жерге демалу үшін әшейін орындықтар да бар. Скамейка. Және де осындай тренажерлар бар. Әткеншектің астында осындай кішкентай газон бар. Және де жан-жағы өстіп қоршалған. Қауіпсіз. Сонымен достар, біздің ойын алаңына деген саяхатымыз аяқталды.